Бай әке, кедей әке. Екінші тарау. Бірінші сабақ. Байлар ақша үшін жұмыс істемейді. Әке, айтшы, қалай бай болуға болады? Әкем оқып отырған кешкі газетін ысырып қойды. Балам, сен неге бай болғың келеді? Себебі бүгін Джиммидің мамасы өзінің жаңа машинасымен келіп, өзінің отбасын демалыс күндерінде теңіз жағасындағы үйге алып кетті. Джимми өзімен бірге 3 досын қоса алып кетті, ал Майкл екеумізді шақырған жоқ. Бізге айтқандары сендер кедей болғандықтарынан алмаймыз деді. Шын ба? Деді әкем сеніңкіремей. Я, рас, дедім мен өкпелі түрмен. Әкем үндемей басын шайқап, көзілдірігін дұрыстап қайта киіп, газет оқуын жалғастырды. Ал мен ол не айтар екен деп күтуде болдым. 1956 жыл. Мен 9 жастамын. Байлардың балаларымен бір мектепке барамын. Біздің қалашығымыз бұрынғы қант плантациясының орнына салынған. Плантация басшысы, басқа да ықпалды тұлғалар, дәрігерлер, бизнесмендер мен банкирлер алғашқы 6 жылға өз балаларын осы мектепке беретін. Содан кейін оларды жеке меншікті мектепке ауыстыратын. Біз сол мектеп жағындағы көшеде тұрғандықтан мен осы мектепке баратынмын. Егер де біз басқа көшеде тұрғанда сөз жоқ. Тұрмыс жағдайлары бізбен қатар отбасыларының балалары оқитын мектебіне жіберген болар еді. 6 класстан кейін мен және мен сияқтылар мемлекеттік мектепте оқуымызды жалғастырдық. Біз үшін жеке меншік мектеп жоқ еді. Бір кезде әкем газет оқуын тоқтатты. Оның ойланып отырғаны көрінді. Балам, деді ол ақырын бастап. Егер сен бай болғың келсе, онда саған ақша табуға үйренуің керек. Ақшаны қалай табады деп сұрадым мен. Өзің ойлан, деді жымиып. Мұнысы мен саған ештеңке айтпаймын, немесе мен бұл сұраққа жауап бере алмаймын, мені ыңғайсыз жағдайға қалдырма дегендей болып көрінді. Бірінші серіктестік. Келесі күні әкеммен болған әңгімені ең жақын досым Майкке айттым. Майк екеуміз де осы мектепте оқитын кедей отбасыларынан едік. Ол да мен сияқты тағдырдың қызық қалтарыстарынан байланысты осы мектепке оқуға келген еді. Шындығында біздер соншалықты кедей де емес едік, бірақ бізге солай көрінетін. Себебі бізден басқа балалардың барлығында да жаңа бейсбол қолғаптары, жаңа велосипедтер, барлығы жаңа болатын. Әкем мен шешем бізге қажеттінің бәрін берді. Ас, киім, үйіміз болды, бірақ одан артық ештеңе жоқ. Менің әкем, егер саған бірдеңе қажет болса, оны сен еңбекпен табуың керек дейтін. Бізге көп нәрселер қажет еді. Алайда 9 жасар балаға көп жұмысты кім береді? Біз ақшаны қалай істейміз? Деп сұрады Майк. Мен білмеймін, дедім. Ал сен маған серік болғың келе ме? Ол келісімін берді. Сөйтіп, сол сенбінің таңында маған тұңғыш бизнес серіктес пайда болды. Біз таңертеңнен бері ақшаны қалай жасау керектігі жөнінде жоспар құрумен болдық. Кей уақытта біз теңіз жағалауында тұратын Джимми сияқты байларды еске алдық. Бізге бұл біршама өкінішті еді, бірақ осы өкініш бізді баю жолына ынталандырушы күш болды. Бір кезде бізге бір ой келді. Бұл пікірді Майк бір ғылыми көпшілік кітаптан оқыған екен. Біз бір-бірімізге үлкен үміттілікпен қарастық. Сөйтіп біздің серіктестігімізде өз ісіміз пайда болды. Содан кейін біз бірнеше апта бойынша көрші көлемдерді, үйлерді аралап, босап қалған тіс тазартқыш пасталарының тюбиктерін бізге берулерін өтіндік. Алдымен бұған үлкен адамдар таңғалып, содан кейін күлімсіреп келісімдерін берді. Кейбіреулері бұлар не істемекші деп білгілер келді. Оларға оны біз сіздерге айта алмаймыз, бұл коммерциялық құпия дедік. Бір кезде шешем мазасыздана бастады. Себебі біз жинаған заттарымызды қоюға, оның кір жуатын машинасының тұрған жерін қалап алып едік. Әртүрлі қажетсіз заттар салынған қағаз жәшіктің жанында біздің жинаған түйбектеріміз күннен күнге көбейе бастады. Бір күні шешемнің шыдамы таусылды. Оны өздері лас әрі майысқан түйбектерді көру тойдырған білем. Бізден осы сендер не істеп жүрсіңдер деп сұрады. Маған қайдағы бір коммерциялық құпия дегенді қойыңдар, бәрін тез шығарыңдар, әйтпесе мен барлығын лақтырып тастаймын деді. Біз Майк екеуміз жалынып, жақында ойымызды іске асыру мақсатында әлі де болса жеткілікті материалдарды жинап алу үшін уақыт керек деп түсіндірдік. Шешем бізді аяп тағы да бір аптаға рұқсат етті. Осылай ісімізді тездетіп бастауға сыртқы жағдайлар түрткі болды. Өйткені жұмыс атқарушы серіктестік ретінде қойма жөнінде менің шешемнің тарапынан алғаш ескерту алдық. Енді Майкке көршілерді тездетіп, паста тюбиктерін босатуды, ол үшін тістерін жиі тазартуды өтіну міндеті енді. Мен өндіріс орнын жинақтауға кірістім. Бір күні әкем бір досымен үйге келіп, аулада бар ынтасымен жұмыспен айналысып жатқан 9 жасар 2 баланы көреді. Маңайымыздың бәрі ақ ұнтақтармен қоқыстанған еді. Ұзын үстелдің үстінде пайдаланудан кейін мектептен алып келген бос сүт пакеттерін, жанында грильде алаулап тұрған қызыл шоқтарды көрді.
Әкем баяу қимылдап бізге жақын келді. Машинасын есік алдында тастауға тура келді. Себебі гаражға қоюға біздің өндірісіміз жол бермеп еді. Ол досымен жақынырақ келіп, шоқ үстіндегі қазандықта тіс тазартқыш тюбиктердің балқып беріп жатқанын көрді. Ол кезеңде паста тюбиктері пластмассадан емес, жезден жасалатын. Олардың бояуын отпен өшіріп, қазандыққа салып балқытып ерітіп, содан кейін оны сүт пакеттеріне арнайы тесік арқылы құя бастадық. Картонды жәшікте гипс бар болатын. Сумен араластырылған сол ұнтақ маңайымызды аппақ қылған еді. Мен абайсызда қапшықты құлатып алғанмын. Сондықтан маңайымызда ақ боран соққандай еді. Гипстен біз құю қалпын жасадық. Әкем біздің балқыған жезді гипстен жасалған қалыпқа қалай құятындығымызды бақылап тұрған. Ақырын, байқа деді. Мен үндемей басымды изедім. Бір уақытта жұмысымызды аяқтап, қазандықты орнына қойып, әкеме қарап жымиып қоям. Балалар, сендер не істеп жатырсыңдар деп сұрады ол, күлімсіреп. Біз сенің айтқаныңды жасап жатырмыз. Біз бай болғымыз келеді, дедім мен. Солай, деді Майк те басын изеп. Біз серіктеспіз. Ал мынау гипстік қалыптарда не бар, деді ол қызықтап. Абайла, дедім мен. Жақсы партия болуға тиіс. Содан кейін кішкентай балғамен қалыптың екі жымдасқан жерінен ұрып, жоғарғы бөлігін босаттым. Қалыптан жез тиын түсті. О, Құдай, деді әкем. Сендер жезден ақша жасап жатырсыңдар ма? Деді таңданып. Дәл өзі, деді Майк мақтанышпен. Біз сіздің айтқаныңызды істеп жатырмыз. Біз ақша жасаудамыз. Әкемнің досы теріс айналып шек сілесі қатып күлді. Әкем жымиып басын шайқады. Ол жанып тұрған грильді, чебектермен толы қағаз жәшікті, үсті бастары ақ ұнтаққа былғанған, өз істеріне мәз, біз екеумізді көзімен шолып шықты. Әкем бізге істеп жатқан жұмысымызды тоқтатып, өзімен бірге есік алдына келіп отыруымызды сұрады. Ол бізге жалған ақша жасаушылардың кім екенін байыппен түсіндірді. Біздің арманымыздың тас талқаны шықты. Сіз мұны заңсыздық дегіңіз келе ме? Деді Майк даусы дірілдеп. Ойнай берсін, деді әкемнің досы. Мүмкін бұл олардың табиғи қабілеттіліктері болар. Әкем оған ренішпен қарады. Иә, бұл заңсыздық, деді ол ақырын. Дегенмен, сендер өз ойларыңды көрсете білдіңдер. Ерекше ізденістерің мен жан-жақты ойлану қабілеттіліктеріңді көрсеттіңдер, деді. Ойлануды осылай жалғастыра беріңдер. Мен шындығында сендерді мақтан тұтам. Біз Майк екеуміз ренішті түрде 20 минуттай үнсіз отырдық та, сонан кейін заттарымызды жинастыра бастадық. Сөйтіп біздің өндірісіміз ашылған күні жабылды. Қоқыстарды жинастыра жүріп, мен Майкке қарап, «Я, Джимми және оның достарыныңкі шындық. Біз кедейміз», дедім. Бұл уақытта менің әкем кетіп бара жатқан. «Балалар», деді ол, «егерде сендер тез берілсеңдер, онда кедей боласыңдар. Ең негізгісі, сендер бірдеңе істедіңдер. Көп адамдар бай болғысы келетіндіктерін армандап айтумен ғана болады. Ал сендер бұл үшін бірдеңе істедіңдер. Мен қайталап айтамын, мен сендерді мақтан тұтам. Тоқтамаңдар, күресті жалғастырыңдар». Біз Майк екеуміз үнсіз тұрдық. Мұны есту бізге қуаныш деді. Сонымен бізге не істеу керек? Ал, әке, сен неге бай емессің? Деп сұрадым мен. Мен мұғалім болуды ойлағанмын. Мұғалімдер баю туралы ойламайды. Бізге оқыту ғана ұнайды. Мен сендерге көмектескім келеді. Бірақ шындығында ақшаны қалай жасау керек екенін білмеймін. Біз алаңды жинастыруды әрі қарай жалғастырдық. Балалар, егер сендер бай болғыларың келсе, менен сұрамаңдар. Майктың әкесіне барыңдар, деді, сөзін жалғастырып. Менің әкеме ме? Деді Майк таңданып. Иә, сенің әкеңе, деп жауап берді менің әкем күлімсіреп. Екеуміздің банкиріміз бір адам. Ол сенің әкең туралы ең жоғарғы пікірде. Сенің әкең ақша жасаудың жолдарын тамаша біледі, деп айтқанын бірнеше рет естідім. Ол менің әкем бе? Деді Майк сенімсіздікпен. Ал олай болса, онда бізде бай адамдардың мектептегі балалары секілді тамаша машина немесе үлкен үй жоқ қой. Жаңа машина және үлкен үй қайткенде де сенің бай екеніңді және де ақшаны қалай табу керектігін білетіндігінің белгісі емес, деп жауап берді әкем. Джиммидің әкесі қант плантациясында жұмыс істейді. Оның менен айырмашылығы шамалы. Ол компанияға жұмыс істесе, мен мемлекетке қызмет етем. Компания оған машина сатып алып берді. Бұл компанияның қазіргі кезеңде қаржылық проблемалар бар. Енді жақында Джиммидің әкесінде ештеңе болмайды. Ал Майк, сенің әкең ондай емес. Ол меніңше өз империясын құруда. Бірнеше жылдардан кейін ең бай адам болады. Бұл сөздер Майк екеумізді қайта қызықтыра түсті. Біз қосылып жасаған шаруамыздың қалдықтарын тездесіп жинастырып, Майктың әкесімен қашан және қай жерде кездесіп, сөйлесуіміз туралы ақылдастық. Оның қиындығы, ол кісі көп жұмыс істейтін. Үйіне өте кеш оралатын.
Ол кісіге көптеген қоймалар, құрылыс компаниясы, бірнеше дүкендер және 3 ресторан қарайтын. Осы ресторандар үшін ол жұмыста түнге дейін болатын. Ауланы жинастырып болғаннан кейін Майк автобусқа мініп үйіне қайтты. Ол сол күні кешке әкесімен бізге қалай бай болуды үйрете ме, әлде жоқ па, соны сөйлесіп білуге асығып еді. Өте кеш болса да, Майк әңгімеден кейін маған телефон соғуға уәде етті. Кешкі 8:30-да телефон соғылды. Тамаша, дедім мен. Келесі сенбіде деп телефонды орнына қойдым. Майктың әкесі бізбен кездесіп, әңгімелесуге уәде қылды. Міне, сенбі күні таңғы 7:30 мен автобусқа мініп, қаланың кедейлер тұратын бөлігіне тарттым. Біз Майк екеуміз оның әкесімен таңертеңгі 8-де кездестік. Осы кезде де оның қолы бос емес еді. Жұмысқа кіріскеніне 1 сағаттай болған екен. Мен өзі қарапайым, әрі кішкентай, бірақ таза үйге таянғанымда, оның жанынан құрылыс бастығы мінген машина орнынан қозғалып бара жатты. Майк мені есік алдынан күтіп алды. Әкем телефон арқылы сөйлесіп жатыр. Бізге үй сыртындағы басқышта күте тұруымызды айтты, деді ол, маған есікті ашып жатып. Мен табалдырықтан аттап, бұл ескі үйдің сықырлауық еденіне аяқ бастым. Кіре берісте арзан бағалы төсеніш жатты. Өзі таза, бірақ жаңа емес. Ескі жұмсақ жиһаздарға толы бөлмеге ендім. Диванда менің шешемнен біршама үлкенірек 2 әйел отырды. Оларға қарсы орындықта бір ер адам отырды. Киімдері таза, жас шамасы 45-терге келген. Менің әкемнен 10 жастай үлкен. Біз, Майк екеуміз олардың қасынан өтіп бара жатқанымызда, бізге күлімсіреп қарады. Бұлар кімдер деп сұрадым. Бұл кісілер әкемде жұмыс істейді. Ер адам қойма меңгерушісі, әйелдер ресторандарды басқарады. Пикап машинасымен кеткен кісі осы арадан 70 шақырымдай жерде жол құрылысымен айналысады. Екіншісі сен келгенше кетіп қалған. Күнде осылай ма, дедім мен таңданып. Күн сайын емес, бірақ жиі, деп жауап берді Майк. Бір кезде есік тез ашылып, есік алдына шапшаң қимылмен Майктың әкесі шықты. Біз сасқанымыздан орнымыздан атып тұрдық. Балалар, даярсыңдар ма, деді ол біздің қасымызға орналаса беріп. Біз басымызды изедік. Майк айтып еді, сендер ақша тапқыларың келетін көрінеді. Солай ма, Роберт? Мен басымды изедім, қорқынышты сезіммен. Оның кішіпейіл сөзімен күлкісінің артында үлкен күштің барлығы сезіліп тұрды. Онда менде мынандай ұсыныс бар. Сендерді оқытам, бірақ мектептегідей емес, басқаша. Ол үшін маған жұмыс істеулерің қажет. Жұмыс барысында мен сендерді тез үйретем. Ал егер мектептегідей тек қана отырып қана тыңдаймыз ғой деп ойласаңдар, онда мен уақытымды текке жоғалтам. Менің ұсынысым, көнсеңдер келісімдеріңді беріңдер, көнбесеңдер қойыңдар. Алдымен сұрауға бола ма? Деп бастап келе жатыр ем. Жоқ, көнсеңдер көніңдер, көнбесеңдер өздерің біліңдер. Менде жұмыс өте көп, босқа уақыт өткізе алмаймын. Егер сендер тез шешім қабылдай алмасаңдар, еш уақытта ақша жасай алмайсыңдар. Мүмкіндіктер пайда болады және жоғалады. Егер сендер шапшаң шешім қабылдайтын болсаңдар, бұл тамаша. Міне сендердің ізденгендеріңнің мүмкіндігі енді туды. Сабақ басталды, немесе 10 секундтан кейін аяқталады, деді Майктың әкесі жымиып. Мен келісемін, дедім мен. Мен де, деді Майк. Жақсы, деп жауап берді Майктың әкесі. Мұнда 10 минуттан кейін Мартин апай келеді. Мен ол кісімен сөйлескеннен кейін, сол кісімен бірге менің өз-өзіне қызмет жасайтын дүкеніме барып, жұмысқа кірісесіңдер. Мен сендерге сағатына 10 центтен төлеймін. Әрбір сенбі сайын 3 сағаттан жұмыс істейсіңдер. Менде бүгін бейсболдан кездесу бар еді, дедім мен ышқынып. Көнсеңдер көніңдер, көнбесеңдер кетіңдер, деді ол қатқыл дауыспен. Келісемін, дедім мен. Бір жола бейсбол ойынын қойып, жұмыс істеуге және оқуға шешім қабылдап. Сол сенбі күні 9-дан бастап Мартин апайдың қарамағында жұмысқа кірістік. Бұл кісі сондай қайырымды және шыдамды еледі. Рас, өзінің қарапайымдылығына қарамастан, ол бізге көп жұмыс істеуіміз қажет деп есептейтін. Әрі, оны әрқашан бізге тауып беретін. Біз 3 сағат бойы сөрелердегі консерва банкілерін алып, құс қанаты мен шаңдарын тазартып, мұқияттылықпен қайтадан орындарына қоюымыз керек. Бұл бір қалыпты, әрі өте іш пыстыратын жұмыс еді. Өзімнің бай әкем деп айтатын Майктың әкесінде үлкен автотұрақтары және тағы осындай 9 өз-өздеріне қызмет жасайтын кішігірім дүкендері бар. Осы жерден алыс тұрмайтын кісілер сүт, нан, май және темекі сатып алуға мүмкіншіліктері бар еді. Өкінішке орай, ол уақытта Гавайяда ауаны алмастыру кондиционерлері болмайтын. Күннің ыстықтығынан дүкендердің есіктері жабылмайтын. Соның салдарынан автотұраққа келетін машиналардың көп жүрісінен олардың іші шаң тозаңға толы болатын. 3 апта бойы 3 сағаттан Мартин апайға келіп жұмыс істедік. Түске қарай біздің жұмысымыз аяқталатын. Ол кісі бізге 3 тиындық ақша беретін. 1956 жылы 9 жасар баланың өзіне 30 цент көп ақша болып есептелмейтін.
4-ші аптаның сәрсенбісінде мен барлығын тастауға даяр едім. Майктың әкесінен ақшаны қалай жасау керектігін үйренуге жұмысқа кіріп едім. Енді сағатына 10 цент үшін құлға айналдым. Оның есесіне бірінші кездесуден соң Майктың әкесін көргенім жоқ. Мен кетемін дедім Майкке түскі үзіліс кезінде. Мектептегі түскі ас өте нашар еді. Оқу іш пыстырды. Оның сыртында мен сүйікті сенбі күнінен айрылдым. Әсіресе мені назаландырған осы 30 цент болды. Майк күлді. Неге күлесің дедім мен ашуланып. Әкем айтып еді, осылай болады деп. Сен кетуге даяр болғанда кездесуге келсін деді. Не? Дедім мен назалы түрде. Сонда ол осының бәрі мені мезі қылғанша күткен бе? Жалпы солай. Иә деп жауап берді Майк. Менің әкем басқа кісілерден емес. Ол сенің әкең сияқты оқытпайды. Сенің әке-шешең көп сөйлейді, ал менің әкем үндемейді, немесе аз сөйлеуді қалайды. Сенбіге дейін күте тұр. Сені күтуге даяр екеніңді оған айтайын. Сонда мұның барлығы әдейі істелінген деген келе ме? Әдейі емес, бірақ осыған ұқсас бірдеңе. Сенбі күні әкем бәрін түсіндіреді. Сенбідегі кезек. Мен онымен әңгімеге даяр едім. Менің өз әкем де қатты ренжулі еді. Өзім кедей деп есептейтін туған әкем бай әке бала еңбегі туралы заңды бұзған. Оны сотқа беру керек деп есептейді. Ол маған атқарған еңбегіне сай, сағатына 25 центтен кем емес жалақыны талап ет деп кеңес берді. Егер де ол жалақыңды көтермесе, онда сен жұмыстан жедел кетуің керек деді әкем. Мұндай сорлы жұмыстың саған қажеті қанша? Деді ол ашулы түрде. Сенбі күні таңғы 8-де менің алдымнан Майк үйінің сықырлауық есігі тағы ашылды. Мен есіктен кіргенде Майктың әкесі отыр және кезекті күт деді. Ол бұрылды да кішкене жұмыс бөлмесіне кіріп кетті. Мен жан-жағыма қарадым. Майк маңайда жоқ еді. Мен ақырын ғана осыдан 4 аптадан бұрын кездескен екі әйелдің жанына отырдым. Олар күлімсіреп, орындарынан қозғалып маған орын босатты. 45 минут уақыт өтті. Мен мазасыздана бастадым. Ол екі әйелді қабылдап жібергеннен бері тағы жарты сағат өтті. Олардан кейін тағы бір қартаңдау адам келіп, 20 минуттай болып ол да кетті. Үй бос қалды. Гавайяның осындай бір тамаша күнінде өзі сараң, әрі балалар еңбегін қанаушының қапа бөлмесінде қабылдауын күтіп отырдым. Мен оның кабинетінде қалай жүргенін, телефонмен сөйлескенін бәрін естіп отырдым. Алайда мені есіне алар емес. Мен тұрып кетуге даяр едім. Дегенмен әлі де болса орнында отырдым. Бір уақытта тағы да 15 минут өткеннен кейін тура сағат 9-да кабинетінен үндемей шығып, маған қолымен ишарат етті. Менің байқағаным, сен егер жалақыны көтермесе, жұмысты тастайсың ғой, деді бай әкем, айналмалы орындығының үстінде ырғала отырып. Сіз шарттағы өз келісіміңізді орындамадыңыз ғой, деп айтып салдым мен, жыларман болып. 9 жасар балаға үлкен адаммен айтысу шындығында өте қиын. Егер де мен сізге жұмыс істесем, мені оқытамын деп айтып едіңіз ғой. Мен сізге жұмыс істедім. Мен көп жұмыс атқардым. Сізге жұмыс істеу үшін бейсболдан бас тарттым. Сіз мені ештеңкеге де үйреткен жоқсыз. Сіз алдаушысыз. Қалада барлығы да сізді солай атайды. Сіз тек қана ақшаны ойлайсыз. Ал сізге жұмыс істеп жүргендер туралы ойламайсыз. Мені көп күтуге мәжбүр еттіңіз, және мені сыйламайсыз. Мен кішкентай баламын, бірақ маған дұрыс қарауға құқығым бар. Жаман емес, деп жауап берді ол. Бір айға жетпей, менің көп жұмыскерлерім сияқты сөйлесуге үйреніп қалыпсың. Не? Дедім мен таңданып. Мен оның не айтқанын түсінбей, одан әрі шағымдануымды жалғастыра бердім. Мен сізді шарттағы өз уәдеңізді орындап, оқытады ғой деп ойладым. Соның есесіне енді мені қинағыңыз келеді ме? Бұл қатыгездік. Дегенмен мен сені оқытудамын ғой, деді бай әкем баяу үнмен. Сіз нені үйреттіңіз? Ештеңені де үйреткен жоқсыз, дедім мен назаланып. Мен сізге тегін дерлік жұмыс істеуге келіскеннен бері сіз менімен бір ретте сөйлескен жоқсыз. Сағатына 10 цент. Маған сіз туралы тиісті орынға хабарлауым керек еді. Айтпақшы, біздің елде бала еңбегі туралы заң бар. Сондай-ақ мені әкем мемлекетке қызмет етеді. Охо, деп үн қатты бай әкем. Енді сен менің бұрынғы көп жұмыскерлерім сияқты сөйлейтін болдың. Оларды мен жұмыстан босаттым, немесе өздері кетті. Я, енді сіз не айтқыңыз келеді маған, деп жалғастырдым мен. Мен кішкентай балаға артықтау өте батырланып кеттім. Сіз мені алдадыңыз. Мен сізге жұмыс істедім. Сіз сөзіңізде тұрмадыңыз. Сіз мені түкке үйреткен жоқсыз. Ал сені еш нәрсеге оқытпағанымды қайдан білдің? Деді бай әке, шімірікпестен қызықтай қарап. Сіз менімен бірде-бір рет сөйлескен жоқсыз. Мен 3 апта жұмыс істедім. Ал сіз ештеңеге үйреткен жоқсыз, дедім мен бұртиып. Ал оқытқанда міндетті түрде сөйлеу немесе нотация оқу керек пе? Деп сұрады бай әке. Әрине, дедім мен. Олай сені тек мектепте оқытады, деп жауап берді ол күлімсіреп. Бірақ өмір олай оқытпайды. Мен айтар едім, өмір ең жақсы ұстаз.
Өмір сенімен еш уақытта сөйлеспейді, ол сені тек қана соғады. Бірде бір жағынан, бірде екінші жағынан. Әрбір соққы ол өмір. Оян, мен сенің бірдеңені түсінгеніңді қалаймын дейді өмір. Бұл не айтып отыр деп сұрадым өзімнен өзім үндемей. Сонда өмір мені соққылағанда ол менімен сөйлесе ме? Енді мен жұмысты тастау керектігіне кәміл сендім. Менімен сөйлесіп отырған адамды Есуастар ауруханасына жіберу керек. Егер сен өмірден оқысаң, оның оқытқанын үйренсең, онда сенде барлық жақсы болады. Оған үйренбесең, ол сені соққылауын жалғастыра береді. Адамдар жайшылықта екеудің біреуін істейді. Өмір соққыларына мойынсұнып, көндігеді, немесе ызаланып және қарсылық білдіре бастайды. Бірақ өкінішке орай олар бастыққа, жұмысқа, әйеліне немесе еріне қарсыласады. Олар соққылаушы осындай нақтылы тұлғалар емес, өмірдің өзі екенін түсінбейді. Мен бұл кісінің айтқанынан түкке де түсінбедім. Өмір бізді соққылайды. Кейбіреулері беріледі, басқалары күреседі. Ал енді біреулері берілген сабақты игеріп, одан әрі қозғалады. Ондайлар өмір соққыларына қуанады. Олар үшін мұндай жағдайлар жаңа бірдеңе үйрену болып табылады. Қорытынды жасап ілгері жүреді. Көпшілігі жай беріле салады, ал сен сияқтылар күреседі. Баяке орнынан тұрып, әлде қашан жөндеуді қажет еткен сықырлауық терезені жапты. Егер сен осы сабақты игерсең, сауатты, бай және бақытты жігіт боласың. Егер бұлай болмаса, сен ғұмыр бойы өз басыңдағы қиыншылықтарды жұмыстан, жалақыдан немесе бастықтан көріп кінәлайсың. Сен өмір бойы ақша тапшылығын, оны бір ғажайып нәрсе шешіп беретіндей сенімде жүресің. Баяке, сен тыңдап отырсың ба дегендей маған қарады. Көздеріміз бір-бірімен кезікті. Біз бір-бірімізге қарап, не ойлап отырғанымызды көздерімізден аңғардық. Оның айтқан ең соңғы сөзін түсініп, мен көзімді басқа жаққа бұрдым. Мен түсіндім, оныкі шындық еді. Мен оны айыпқа бердім. Расында мені оқытқанды қалап едім. Мен күрестім. Баяке әрі қарай жалғастырып, сонымен егерде сенде мықты тегеурін болмаса, өмір қысымын бастағанда сен әрқашан беріле бастайсың. Сен осындай адам болсаң, ғұмыр бойы ереже бойынша өмір сүресің, бәрін дұрыс істейсің, дүниеде болмайтын бір жағдайларды күтіп, өзіңді сақтайсың. Содан кейін дәрменсіз шал болып өмірден өтесің. Сенде көп достар болады, олар сені тамаша және іскер жігіт болғаның үшін жақсы көреді. Сен өмір бойы ержелер бойынша және қалыптасқан түрде қимыл жасайсың. Алайда нақтылығында сен өмір соққыларына үнемі мойынсұнумен ғана боласың. Іштей тәуекелге басуға қорқасың. Рас, сен жеңгің келеді, бірақ жеңіліп қалу қорқынышы жеңіс қуанышыңнан басым болады. Мұндай шешімге келе алмағаныңды, сенің жан дүниеңнің ең түкпірінде жатқан сезімді тек қана өзің білесің. Сен тәуекелге баспайтын, қимыл жасауға бейім боласың. Біздің көздеріміз тағы кездесті. Менің түсінгенімді ол көргенше 10 секундтай бір-бірімізге қарап отырдық. Онда сіз мені өмір сияқты соққыладыңыз ба? Деп сұрадым мен. Кейбіреулер солай айтқан болар еді, деді Баяке күліп. Мен саған өмірдің не екенін көрсеттім деп айтуыма болады. Бұл қалай, дедім мен. Әлі де болса ашулы түрде, бірақ қызығушылықпен. Балалар, сендер менен ақшаны қалай жасауға болады деп сұраған ең бірінші адамсыңдар. Маған 150-ден астам адам жұмыс істейді, бірақ олардың бірде біреуі еш уақытта менен ақша жөнінде не білетінімді сұрап көрген емес. Оларға менен тек қана чек керек, ақша жөніндегі білім емес. Сондықтан олардың көпшілігі өмірлерінің ең жақсы кезеңдерінде ақша үшін жұмыс істеп, кімге және неменеге жұмыс істеп жүргендеріне түсінбей өтеді. Мен оны үлкен ілтипатпен тыңдадым. Маған Майк, сендердің ақша жасауды үйренгілерің келетіндіктеріңді айтқан кезде, мен нақтылы өмірге бейім, арнайы оқыту жүйесін ойластырдым. Мен сендерге көзім қарауытқанша айтқан болар едім, алайда сендер ештеңе ұқпаған болар едіңдер. Сондықтан өмір сендерге өз соққысын берсін деп есептедім. Міне, сол себептен мен сендерге 10 центтен ғана төледім. Сонда мен барлығы сағатына 10 цент үшін жұмыс істегенімнен қандай сабақ алып қорытынды шығаруым керек еді, деп сұрадым мен. Сіз өзі сараң, әрі балалар еңбегін қанаушы ретінде ме? Баяке шалқалап тұрып, шек сілесі қатқанша күлді. Содан кейін ол тынышталып айтқаны, дұрысы саған көзқарасыңды өзгерту керек. Мені айыптай беруіңді тоқтат. Егер сен барлық проблема менде десең, онда мені өзгертуге тура келеді. Ал проблемалар өз басында екенін түсінсең, өзіңді өзің өзгертуге тиіссің. Сонда бір нәрсеге үйренесің, және ой-өрісің өседі. Жұрттың көпшілігі әлемдегі барлық өзгерістерді өмір бақи күтумен болады, бірақ өздері өзгеріссіз қалады. Сондықтан барлығының өзгерілуін күткенше өзіңді өзгерткен жеңіл болады деп айтар едім. Түсінбеймін деп үн қаттым. Дегенмен, сіз маған 10 цент төлейсіз ғой.
Ол сені неге үйретеді деп сұрады Байаке жымиып. Сіздің сараң екеніңізді, дедім мен кекесінмен. Міне, көрдің бе, сен барлық проблема менде деп есептейсің, деді Байаке. Ол солай, дедім мен. Жарайды, егер сен әрі қарай осылай ойлайтын болсаң, ештеңеге үйренбейсің. Егер проблема менде десең, онда сенің қалауың қандай? Әрине, егер сіз маған көбірек төлемесеңіз, сыйластықпен қарамасаңыз және оқытпайтын болсаңыз, мен кетем. Жақсы айтылған сөз, деді Байаке. Жұрттың көпшілігі нақ осылай істейді. Олар істеп жүрген орындарынан кетіп, барлық проблемаларды жақсы жұмыспен үлкен жалақы шешеді деп, ғұмыр бойы соны іздеумен болады. Дегенмен, мұндай жағдай көпшілігінде бола бермейді. Ал сонда проблемаларды не шешеді? Деп сұрадым мен. Мен осы сорлы 10 центті алып қуануым керек пе? Байаке күлді. Ондай да адамдар бар. Олар өз отбасыларындағы ақша қиындықтарының болатынын біліп, амалсыздан чекті алады. Бұлай істейтіндері, олар жалақының көтерілуін күтейді. Сөйтіп барлық проблемалар шешіледі деп ойлайды. Көпшілігі осыған көнеді. Кейбіреулері екінші жұмысқа барады. Онда да азғантай жалақыға ие болып чек алады. Мен төмен қараумен болдым. Байқаймын, Байакенің маған қандай сабақ бере бастағанын түсінгендеймін. Ол мені өмірде болатын нақтылы жағдайлармен таныстырып отырғанын сездім. Мен басымды көтеріп, өз сұрағымды қайталадым. Дегенмен проблемаларды не шешеді? Мынау, деді ол, саусағымен менің басымды жеңіл нұқып. Сенің екі құлағыңның арасындағы зат. Нақ осы сәтте бұл кісінің өз жұмыскерлері және менің кедей әкеммен қандай айырмашылықтары бар екенін көрсететін ой пікірлерімен, тұжырымдарымен менімен бөліскенін аңғардым. Осының нәтижесінде ол Гавайядағы ең бай адамдардың бірі болды. Ал менің жоғары білімді кедей әкем ғұмыр бойы ақша проблемаларымен күресуде болды. Осы ұғым маған негізгі өзек болды. Байаке осындай жайлар туралы бірнеше рет қайталайтын. Бұл менің бірінші сабағым еді. Кедейлер және орта класс өкілдері ақша үшін жұмыс істейді. Байлар ақшаны өздеріне жұмыс істеуге мәжбүр етеді. Сол сенбі күнгі таңда менің кедей әкемнің үйреткенінен үлкен айырмашылығы бар және өзекті жаңа ой пікірдің бар екенін білдім. 9 жастағы маған екі кісінің өз білімдерін, белгілері келгендерін көрдім. Екеуі де менің оқығанымды қалады, бірақ әртүрлі мақсаттарға. Менің жоғарғы білімді әкем өзінің жолымен жүруге кеңес ететін. Балам, сенің ұқыпты оқып, жоғары бағада алып, содан кейін үлкен компанияда тұрақты жұмыс істеуіңді тілеймін. Бірақ онда үлкен жеңілдіктер болу керек дейтін. Менің Байакем, мен ақша принциптерін түсініп, оны өзіме қалай жұмыс етуге мәжбүр етушілікті біліп үйренуді қолдайтын. Бұл сабақты мен оның басшылығымен түсіндім, бірақ класс бөлмесінде емес. Байакем өзінің бірінші сабағын жалғастыра берді. Сенің сағатына 10 центке бола жұмыс істеткені үшін ызаланғаның мені қуантады. Егер де сен ренжімей, жай қуанышты түрде сол 10 центті үндемей ала салғаныңда, онда сені оқыталмаймын деп айтуға тура келетін еді. Нақтылы білім алу үшін жігер, құштарлық, күшті талпыныс керектігін түсіну маңызды. Ашу бұл формуланың үлкен бір бөлігі. Себебі құштарлық және ашу сүйіспеншіліктің тепе-теңдігі. Жұрттың көпшілігі ақша туралы сөз көтерілгенде босқа ұрынбауды қалайды, тәуекелдікке баспайды. Өйткені оларды талпынушылық емес, үрей билейді. Сол себептен олар аз төлейтін жұмысқа бара ма деп сұрадым мен. Иә, солай, деді Байаке. Кейбіреулер мені адамдарды қанаушы дейді. Оның себебі мен қант плантациясы немесе мемлекет төлеген көлемде жалақы бермеймін. Керісінше мен оларды өздері қанаушы деп есептеймін. Бұл олардың қорқақтығы, менікі емес. Дегенмен оларға көбірек төлеуге болатындығын байқамайсыз ба? Деп сұрадым мен. Неге? Бәрібір көп ақша олардың проблемаларын шешпейді. Өз әкеңе қарашы, ол көп табыс табады, бірақ есеп жоттарын уақытында жабуға үлгермейді. Көп кісілер үлкен ақша таба отырып, қарызға белшесінен батумен болады. Бәсе, сондықтан маған сағатына 10 центтен ғана төлеген екенсіз ғой, деп мен күлдім. Ол сабақтың бір бөлігі ме? Дұрыс, деді Байаке күлімсіреп. Түсінесің бе, сенің әкең мектепте оқыды және тамаша білім алды. Бұл оған жоғарғы ақылы жұмыс тауып алуына мүмкіндік берді. Ол солай істеді де. Алайда онда қашанда ақша проблемалары бар. Себебі мектепте және университетте оны ақша жөнінде ештеңеге оқытқан жоқ. Оның сыртында ол ақша үшін жұмыс істеу керек деп есептейді. Сіз олай емес деп есептейсіз бе? Дедім мен. Иә, есептеймін, деді Байаке. Егер сен ақша үшін жұмыс істегің келсе, онда сол мектепте қал.
олар оған тамаша оқытады. Ал егерде сен ақшаның өзің үшін жұмыс атқаруға мәжбүр етуді білгің келсе, мен оған сені үйретем. Ал бұған кез келген адам үйренгісі келмей ме, дедім мен таңданып. Жоқ, деді Байаке. Ақша үшін жұмыс істеу жеңіл. Әсіресе ақша жөнінде әңгіме болғанда сені бірінші кезекте үрей билейді. Түсінбедім, дедім мен қабағымды түйіп. Әзір мұнымен басыңды ауыртпа. Есіңде болсын, жұрттың көпшілігі жұмыстарынан айырылып қалуға қорқады. Әртүрлі төлемдерді дер кезінде төлей алмай қаламыз деп үрейленеді. Жұмыстан шығарып жібереді деп сескенеді. Ақша жетіспеушілігі жүйкелеріне тиеді. Бір қолайсыз жағдай болып қалса, қайтадан бастау керек деп түңіледі. Бұл бір мамандық алып, ақша үшін жұмыс істеушіліктің, сол үшін олардың тарапынан төлеу ақысының құны болады. Көп адамдар ақшаның құлына айналады. Сөйтіп, өз қожайындарына назалана бастайды. Ал ақшаны өз игілігіне жұмыс атқаруға мәжбүр етуге үйренушілік бұл түптен басқа ма? Деп сұрадым мен. Түбегейлі басқа, деп жауап берді Байаке. Біз үнсіз отырдық. Сыртта Гавайяның тамаша сенбі күнінің таңғы кезеңі еді. Менің достарым осы уақытта бейсболдан кіші лиганың ойынын бастап еді. Бірақ мен бір себеппен сағатына 10 центтен ғана жұмыс істеуге келіскеніме енді қуанышты едім. Менің достарымның мектепте біле алмайтындықтарының біразын білуге үйренетінімді сезіндім. Оқуға даярсың ба? Деп сұрады Байаке. Әлбетте, дедім мен сиқырланып. Мен өз сөзімде тұрдым. Мен сені алыстан бастап оқыта бастадым, деді Байаке. Сен 9 жасыңда ақша үшін жұмыс істеудің қалай екенін сезіндің. Енді осы соңғы айды 50 жылға көбейт. Сонда сен адамдардың көпшілігі ғұмыр бойы немен айналысатынын түсінесің. Түсінбеймін, дедім мен. Кезекте болып, мен шақырғанға дейін күтуде отырғаныңда өзіңді қалай сезіндің? Бірінші рет жұмысқа кіру үшін және екінші рет көп ақша сұрау үшін келгеніңде. Айтпаңыз, дедім мен. Егер сен ақша үшін жұмыс істесең, сенің өмірің де көптеген адамдардікіндей болады, деді Байаке. Ал Мартин апай саған 3 сағаттық жұмысың үшін 10 тиын бергенде сен қалай сезіндің? Маған бұл аз сияқты көрінді. Ол тіпті ештеңе емес еді. Мен түңілген едім. Көптеген жұмыскерлер өз чектерін қолдарына алғанда нақ осылай сезінеді. Әсіресе барлық салықтар мен төлемдерді ұстап қалғанда. Сен дегенмен 100% алдың ғой. Сонда сіздің айтуыңызша жұмыскерлер өз жалақыларын толық алмай ма? Дедім мен таңданып. Әрине, алдымен мемлекет өз үлесін алады. Ол оны қалай істейді? Салықтар, деп түсіндірді Байаке. Сен табыс тапқанда сенен салық алады. Сен ақша жинасаң да, өлсең де сенен қай уақытта болмасын салық алады. Онда жұрттар мемлекетке мұны істеуге неге мұрсат береді? Байлар жібермейді, деді Байаке күліп. Мұны жасауға кедей адамдар және орта класс өкілдері ықпал етеді. Мен сенің әкеңнен көп табыс табам, бірақ ол салықты көп төлейді. Солай екендігіне мен басты өгеге даярмын. Бұл қалай болады? Оны 9 жасар балаға түсіну тіптен қиын еді. Алайда неге адамдар үкіметке солай істеуге мұрсат береді? Байаке үнсіз қалды. Шамасы мен бұлшылға ұрынбай, әрі қарай тыңдасын деген болар. Аяғында мен сапама түстім, бірақ естігенім маған ұнаған жоқ. Менің әкем соншама салық төлеуіне тура келетіндігі жөнінде ылғи шағымданатын, бірақ олар жөнінде ештеңе істемейтін. Сонда оны өмір солай соққылаған ба? Байаке маған үнсіз қарап, отырған орындығында ырғалумен болды. Оқуға даярсың ба? Мен үнсіз басымды изедім. Менің айтқанымдай, саған көп дүниеге үйренуге тура келеді. Ақшаны өзіне жұмыс істетуші тұлға бұған ғұмыр бойы оқиды. Жұрттың көпшілігі 4 жылдық колледжде оқиды да, сонымен олардың білім алуы тоқтатылады. Менің түсінгенім, енді өзімнің барлық өмір жолымда ақшаны зерттеймін. Себебі білгенімнен одан да артық білуге тырысуым қажет. Ал көпшілік мұнымен еш уақытта айналыспайды. Олар жұмысқа барады, жалақы алады, төлемдерін төлейді, сонымен іс бітеді. Содан кейін ақшаның жетпейтіндігіне таңданумен болады. Бұл қиындықтар қолдарына көп ақша түскенде жойылады деп елес арманда жүреді. Сондықтан да менің әкем де салық проблемаларының болуы оның ақшаның не екенін білмеуінен бе? Деп сұрадым мен таңғалып. Мынаны түсін, деп жалғастырды сөзін Байаке. Салық төлеу ақшаны өзіңе жұмыс атқаруға мәжбүр етуді үйренудің бір кішігірім бөлігі ғана. Бүгін сенен білейін дегенім, ақшаның не екенін білуге арналған сенің ынталығың басылған жоқ па? Негізгі мәселе осында. Көпшілікте мұндай ынта жоқ. Олар оқығылары келеді, көп ақша табу үшін. Өздеріне ыңғайлы және қызғылықты кәсіби мамандық алуға тырысады. Күндердің күнінде олар ақша тапшылығын сезінеді. Проблемалар туындай бастайды. Міне осыдан кейін еш уақытта жұмысты тастай алмайды. Сөйтіп олар
тек қана ақша үшін жұмыс істеуді біледі, ал ақшаны өзіне қалай жұмыс істетуге болатындығы жөнінде оқымайды, ұмтылмайды. Сондықтан бұл олардың өз сауатсыздықтары үшін төлеу бағасы, құны. Сен әлі де болса осыларды игеріп оқуды қалайсың ба? Деп сұрады Байәке. Мен басымды изедім. Жақсы, деді Байәке. Онда жұмысқа бар. Енді саған ештеңе де төлемеймін. Не? Дедім мен таңғалып. Не естідің сол нүкте? Сен бұрынғыдай әр сенбі сайын жұмыс істейсің, бірақ сен енді 10 центті де алмайсың. Сен ақша үшін жұмыс істемеуге үйренгім келеді дегенсің. Сондықтан мен саған ештеңе төлемеймін. Мен өз құлағыма сенбедім. Мен Майкпен бұл туралы сөйлестім. Ол жұмыс істеуде. Консервілердің шаңын сүртеді, қайтадан орындарына қояды, бәрін тегін істейді. Бар, абдырамай қосыл оған. Бұл әділетсіздік, дедім мен ышқынып. Сіз бірдеңе төлеуіңіз керек. Сен оқығым келеді дедің ғой. Егер сен бұған оқығың келмесе, келешекте жаңағы менің қабылдау бөлмемде кезек күтіп отырған екі әйел мен мосқал еркектей боласың. Олар ақша үшін жұмыс істейді. Мен оларды жұмыстан босатпайды деп сенеді. Немесе өз әкеңдей боласың. Көп ақша табасың, қарызға бешеңнен батасың. Барлық проблемалар ақшам көп болғанда шешіледі деп армандаумен боласың. Егер де сен осыны қаласаң, онда алғашқы шартқа сағатына 10 центпен төлеуге оралайық. Немесе жұрттың көбі не істесе солай істе. Аз төлейді деп арыздан, шағын, жұмыстан болса, жаңа жұмыс іздеуді баста. Онда мен не істеуім керек? Байәке ақырын менің басымды нұқып, мынаны пайдалан, деді ол. Егер сен осыны пайдалануды үйренсең, жақын уақытта менің сабағым үшін рахметіңді айтасың. Сен өсесің және бай адам боласың. Мен тағы да не сенерімді, не сенбесімді білмей мықшиып тұрып қалдым. Мен жалақыны көбейтуді сұрағалы келгенімде, енді тегін жұмыс істеуім керек. Байәке менің басымды нұқып, осыны пайдалан, бар жұмысыңды істе, деді. Мен өзімнің кедей әкеме енді маған түк те төленбейтінін айтқаным жоқ. Ол оны түсінбегенде болар еді. Өзім түсінбегенді оған түсіндіруге мен ұмтылмадым. Біз Майк екеуміз тағаша 3 апта бойы әр сенбі сайын 3 сағаттан ақысыз жұмыс істедік. Жұмыс жеңіледі. Мен оған үйреніп те қалып едім. Өкініштісі сол, бейсбол ойындарына қатынаса алмауым. Комикстерді енді сатып ала алмаушылығым болды. 3-ші аптада түске қарай Байәке дүкенге келді. Сыртта машина моторынан сөндіріліп жатқан дыбысын естідік. Ол дүкенге кіріп, Мартин апаймен жылы амандасты. Жұмыстың мән-жайын сұрап болғаннан кейін ол ақшасын төлеп мұздатқыштан 2 балмұздақ алып, Майк екеумізді өзіне шақырды. Жалғасы келесі бейнероликте. Құрметті тыңдарман, каналдың дамуы үшін каналға жазылып, және де біздің жаңа аудио кітаптарымыз және қызықты видеоларымыз сізге көрініп тұрсын десеңіз, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Назарларыңыз үшін рахмет. Пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдырыңыз.